қазақтың ұлттық аспабы домбыра, оны шариғатқа тықпалай берудің ешқандай да қажеті жоқ, оны өнер деп қана қабылдау керек. Бірақ енді өнер екен деп домбыра шертетіндер қалай болса солай пайдалана беретін болса, әлбетте ол қазақтығымызға сын. Абай атамыз не дейді? Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй дейді. Көрдіңіз бе, орынмен пайдаланатын болса, ол әлбетте біздің ұлттық дәстүрімізді нақыштай түседі деп айтайықшы. Ал енді құр айқай бақырған құлаққа ән бекен, өнерсіз шатылған кісіге сән бекен дейді. Өнерсіз айта беретін болса, мысалға тойда да тырбаңдатып, үлкен демей, кіші демей билетіп жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Біздің ұлттығымызға нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтып жатыр. Ал енді қазақтығымызды танытатын домбыра болатын болса, ол домбыраменен әлбетте біздің қазақы өзіміздің қанымызға сіңген нақышына бөлек біз зиян әкеліп алуы мүмкін. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, жұп-жұмыр тегіс келсін айналасы дейді. Көрдіңіз бе? Яғни ол тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін болса, ол өнер деп айтсақ болады. Ал енді бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Бөтен сөзбенен, яғни лас сөздерменен былғанбау керек. Сонда ол домбыраға да ешкім қарсы шықпайды.